Бүгін өте қызықты шолу болайын деп тұр, себебі мен бүгін Osmo Mobile 2 гаджетіне шолу жасаймын, түсіру тәжірибелерін көрсететін боламын, распаковка жасаймын. Сондықтан да осы видеоны аяғына дейін көріңіздер, себебі бүгін өте қызықты шығарылым болады. Сіздермен косплей, каналға жазылыңыздар, лайк басыңыздар, кеттік. Йоу, сәлем достар, бұл косплей. Біз біраз уақытқа жоғалтып кеттік, бірақ бұл уақытты босқа өткізген жоқпыз. Мысалға, мен өзімнің кішкентай кезден бері армандап келе жатқан гаджетімді сатып алдым. Мен кішкентай кезде видео түсірген жақсы көретін едім, 9-8 сыныптарда. Сол кездегі билерімізді, әндерімізді, сынып сағаттарын видеоға түсіріп монтаж жасап, видео архив жасағанды бір өзіміздің хоббиіміз ретінде көретінбіз. Бір апта бұрын сол видеоларды қарап көрген кезде мен өзіміздің сол кездегі басты бір қателіктерімізді байқап қалдым. Ол элементарный қателік десе болады. Мысалға, түсірілген видеолардың бір қалыпты емес, жан-жаққа қарай ауытқып түсірілуі. Бірақ та ол кезде біз стабилизатор деген не екенін білген жоқпыз. Білген күннің өзінде біздің ойымызша стабилизатор деген ол стедикам, немесе глэдкам сияқты үлкен ауыр немесе қымбат құрылғылар. Ал қазір 2018 жыл, заман дамып кеткен, техника дамып кеткен, Қытай деген жанымызда тұр. Көптеген мүмкіндіктер міне сіздердің алдарыңызға бере салғандай. Сондай бір гаджеттердің бірі менің таңдауым DJI компаниясының Osmo Mobile 2 гаджетіне түсті. Ал неге DJI деген адамдарға неге бірақ жауап бар? Это же DJI. DJI деген бізге барлығымызға белгілі компания ғой. Мысалға, видеомен айналысатын адамдарға белгілі, мысалы, коптерлар, рониндар, стабилизаторлар, көптеген басқа да видео түсіруге арналған гаджеттардың сапалы өндірушілердің бірі ол DJI. Сондықтан да мен көп асықпай, видеоны көбінесе соткаға немесе сториске түсіретін болғандықтан өзіме осы DJI компаниясының Osmo Mobile 2, яғни екінші версиясын алдым. Қорабы тура 2016 жылы шыққан бірінші версиясы сияқты екен. Бірақ сонда да бір өзгерісті байқап тұрған шығарсыңдар. Себебі өндіруші қорапты ашпай жатып, интриганы аяусыз етіп тастады. Неге? Басқа таңғалдыратын ештеңке жоқ па не сонда? Жаман демеймін, керемет, жалпы бұл өзгеріс маған өте ұнады. Ол қандай өзгеріс десеңіздер, ол әрине вертикалды видео түсіру мүмкіндігі. Күні бойы сторис түсіретіндерді, солардың ішінде мен де бармын, шын жүректен құттықтаймын, себебі бұл керемет жаңалық. Енді көшеде қолына таяқ ұстап алған адамды көрсеңдер, таң қалмаңдар, себебі ол мен. Экранның ар жағында отырып алып, қорапты тез ашсаш, енді күтіп шашадық қой деп отырған шығарсыңдар. Жырай, тұрыспаңдар енді, себебі қораптың ішінде бізді қуантарлықтай дым да жоқ. Ол жерде мынандай дәу, қап-қара ұсқынсыз қара футляр. Осы жерде DJI компаниясына бір емес екі сұрақ туындайды. Не үшін және кім үшін жасалған футляр? Мынау не сумкаға симайды, не қолға ұстауға ыңғайсыз, білмеймін, бастысы өздеріңе ұнаса болды. Ал бұл менің жеке пікірім. Қалай ойлайсыздар, достар? Комментарийға өз ойларыңызды жазып кетіңіздер, маған өте қызық болады. Сонымен ары қарай жалғастырайық. Қораптың ішінде міндетті түрде әртүрлі тілдегі кітапшалары бар. Қолдану шарттар десе де болады, былайша айтқанда, бірақ ол бізге керек емес, сондықтан да кітапшаларды шетке алып тастайық. Ал енді футлярдың ішінде бізді не күтіп тұр екен? Футлярдың ішінде стабилизатордың өзі және микро USB кабелінен басқа дым да жоқ. Osmo Mobile 2 стабилизаторы біріншісі сияқты толықтай соққа берік пластиктен жасалған. Сатылымда тек қана сұр түсі бар екен, салмағы да ауыр емес. Бар болғаны 485 грамм. Браво, DJI! Стабилизатордың астыңғы жағында штативке бұралып орнату үшін арнайы ұяшық орналасқан. Ұстайтын жері, яғни рукояткасы пластиктен жасалған. Неге біріншісі сияқты резинкамен қапталмағаны маған әлі де түсініксіз. Жоғарғы жағында басқару батырмалары, орысша айтқанда кнопки управления дейді, солар орналасқан. Бірінші ол камераның, яғни смартфонның қозғалту бағытын басқаратын стик. Екіншісі видеоны қосатын немесе өшіретін батырма. Үшіншісі стабилизаторды өшіріп қосатын және жұмыс істеу режимдерін алмастыратын батырмасы. Сол жағында зум, яғни камераны үлкейтіп кішірейтетін батырма. Оң жағында қуаттауға арналған микро USB ұяшығы. Ал артқы жағында USB ұяшығы бар. Ол не үшін керек десеңіздер, мысалы, видео түсіріп жатқан кезде смартфонның қуаты таусып бара жатса, түсірілімді тоқтатпай, осы жерде қуаттап алуға болады. Ой, бәрекелді. Смартфон орналасатын жерде мынандай екі реттегіш винт орналасқан.
стабилизаторды қоспай тұрып осы екі винтті реттеп алу керек. Себебі смартфонды орналастырғаннан кейін оның салмағы бір жаққа қарай басып кетуі мүмкін. Ал екінші винт смартфонды көлденең, яғни горизонталды бағыттан тік, яғни вертикалды бағытқа ауыстыру үшін керек. Ал смартфон салатын жердің ішкі жағы резинкамен қапталған. Себебі смартфонды салған кезде сырып немесе шынысын сындырып алмау үшін. Жалпы стабилизаторды қолдану өте оңай деп ойлаймын. Мысалы, маған толық үйрену үшін 1-2 күн жеткілікті болды. Osmo Mobile 2 стабилизаторын қолдану үшін Google Play немесе App Store'дан DJI Go мобильдік қосымшасын жүктеу керек. Орнатып болған соң, тіркеліп стабилизаторға қосылғаннан кейін бізге басты мүмкіндіктер ашылады. Ең бірінші автоматты калибровкадан бастаймыз. Ол бізге камераны қолданған кезде оның бағытын дұрыстау үшін керек. Калибровка жасап болған соң, енді видео түсірсе болады. Бұл жерде видео түсіруге арналған режимдер өте көп. Мысалы, авторежим, таймлапс, гиперлапс, M-лапс деген сияқты. Мен iPhone XS Max смартфонына мынандай кадрларды түсіріп алдым. Қорытындысы өздерің көріп отырғандай, жеке менің көңілімнен шықты. Өте керемет. Қорытындылай келсек, Osmo Mobile 2 ол сенімді және қарапайым стабилизатор. Сенімді себебі бағана айтып кеткендей DJI компаниясын барлығымыз білеміз және сапасына күмән келтірмейміз. Қарапайым дегенім себебі біріншісіне қарағанда арзан және артық ештеңкесі жоқ. Сондықтан да менің ойымша бұл жалпы барлығына арналған, мұнша айтқанда массовый продукт. Профессионалды спортшылар, саяхатшылар, блогерлардан бастап кішігірім отырыстарды түсірсе болады. Барлық жағдайда өзін ақтап шығатынына мен сенімдімін. Бұны мен Lab.kz сайтынан, яғни интернет-магазиннен сатып алдым. Шыны керек, көп іздеп таңдап жүріп әзер тапқан стабилизатор. Себебі әр дүкенде бағалары әр түрлі. Осымен бүгінгі шоуымыз аяқталды. Келесі аптада тағы да видеолар шығады, достар. Өткізіп алмау үшін каналға жазылып, ұнаса лайк басыңыздар, колокольчикті басыңыздар дегендей. Сіздермен бірге болған Cosplay. Келесі кездескенше сау!